Заң күшті 100% жұмыс істеп кетті деп айта алмаймын. Бірде-бір мұғалім барып шағым бермейді. Қорқыныш бар, мойындау керек. Жеке текетірес болып жатады ғой, кәдімгідей қысым көрсетіп. Оларға арнайы бағдарлама бар, дипломмен ауылға, немесе белгілі бір үймен оларды қамтамасыз етеді. Педагогтердің жалақысы енді 25%-ға әлі көтеріле қойған жоқ, өкінішке орай. Жалпы қалайша мен таңғаламын, педагог немесе кіші қызметкер ремонт жасауы мүмкін, қалай сылау керек, оның барлығын білмейді ғой. Армысыздар қымбатты көрермен. Мұғалімдер бөлмесінің кезекті санын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз, және де бүгінгі біздің бағдарламамыздың құтты қонағы Гүлмира Қарасай, белгілі заңгер. Қош келдіңіз. Құрметті көрермен, 2019 жылдың 27 желтоқсанында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев педагог мәртебесі туралы заңға қол қойды. Бұл заң Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша әзірленген. Мұғалімдердің мерейін өсіріп, мәртебесін арттыруға бағытталған бұл бағдарламаның басты мақсаты, міндеттері қандай? Осы жайлы бүгінгі бағдарламамызда Гүлмира ханыммен әңгіме өрбітеміз. Қош келдіңіз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Рахмет. Енді Гүлмира ханым, бүгінгі таңда елімізде педагог мәртебесі, оның хал ахуалы өзекті мәселелердің біріне айналды. Енді жалпы педагогтардың құқығы қаншалықты қорғалуы тиіс? Бұл сұраққа енді сіз заңгер ретінде емес, қарапайым бір адам ретінде өзіңіз осындай құқық бұзушылықты қаншалықты жиі кездестіресіз? Мен де ата-анамын, мен де кезінде оқушы болдым. Енді мектеп бітіргенімізге көп жылдар болды деп айтпай-ақ қояйын, дегенмен сонымен қатар мен інім, бауырларым, сіңілім бар, ұлым бар, осы мектепте оқитын, мектепке жиі барам, күнде баламды алып барып келгенде өткен жылы. Байқаймын, өте өрескел түрде бұзылады. Неліктен бұны ұстаз мәртебесі деп атады, педагог мәртебесі. Себебі мәртебесі осындай ұсақ түйек жұмыспен араласып кетті. Мұндай ұсақ түйекті өзгеге беріп, мұғалім егер тек қана өзінің мақсатты түрде балаға білім берумен айналысатын болса, сапа бізде керемет болар еді сонда. Гүлмира ханым, енді осы заңның қабылдануы мұғалімдердің өміріне қаншалықты өзгеріс алып келді? Жалпы бұл заңның бағыт бағдары, міндеттері қандай? Ең басты өзгеріс, бұл заң әлдеқашан қабылдану керек еді, бірақ ең басты өзгеріс мұғалімдер өздерінің басқа мамандықпен салыстырғанда ерекше екенін түсіне бастады. Олар басқа бухгалтер, мысалы есепші, немесе заңгер, немесе өзге хатшы сияқты жұмысшы емес. Өзге маман иелеріне қарағанда? Оларға қарағанда әлдеқайда оның дәрежесі жоғары екенін түсінді. Енді педагогтың мәртебесі деп тұр ғой. Осы ерекшелікті сезіне бастады, бірақ заң күшті 100% жұмыс істеп кетті деп айта алмаймын. Олар қазірше мынадай кішкене бір болады ғой, бір статустан екіншісін сезініп, мен мұғалім екенмін ғой деген дәрежені ұғына бастады. Біз бірінші этаптамыз. Заң өткен жылда қабылданды, қазір бұйыртса енді жарты жылдан астам уақыт өтті. Бірінші олар сезіне бастады. Енді сезінбесе, өзінің кім екенін білмесе, ол ертең қалай қорғайды? Сезініп, өзінің мысалы бір бала өзінің өскен ересек кезін сезінеді ғой, сол сияқты ол мұғалімдер өзінің мәртебесі басқа екенін сезіне бастады. Екінші, қазір жұмыс істеп жатыр дегенде күшті деп айта алмаймын, бірақ енді жұмыс істегенде тексерсе жұмыс істеп жатыр жоғарыдан, тексермесе істеп жатқан жоқ. Неліктен? Бізде 130-шы бұйрық қабылданды. Сәуірдің 1-нен бастап бізде мониторинг жүргізілді, осы заң жұмыс істеп жатыр ма деп. Себебі заңды қабылдады, бірақ заңды қабылдады, мұғалімдерге рұқсат берді. Қаласаңыз, сіздер шағым келтіруіңізге болады, құқығыңызды бұзса деп. Бірде-бір мұғалім барып шағым бермейді. Себебі мұғалімнің алатын сағаты сол мектептегі басшылыққа, сонымен қатар директорге және оқу ісіндегі орынбасарға қатысты. Олар себебі әр мұғалімге сағатты бөледі. Оған ешкім шағым бермейді ғой, енді ойлану керек ол жағын. Сондықтан бұлай жарты жылдай осы желтоқсаннан сәуірге дейін бұл істемеді. Ары қарай сәуірде мониторинг жүрді. Мониторинг барысында мұғалімдерден шектен тыс құжатта көрсетілмеген есепті талап ететіндігі, құжатта көрсетілмеген жұмыстарды беретіндігі анықталды. Сол кезде белгілі бір мектептердің директорлары, оқу ісінің орынбасарлары жауапкершілікке тартылды. Әкімшілік жауапкершілікке де тартылды. Кейбіреулер жұмыстан босатылды. Бірақ осылай тексеру болмаса, мұғалімдер өз еркімен барып шағым жасамайды. Қазір біз жаңа осы есептілікке әлі келеміз. Жалпы сондағы сіздің айтқыңыз келген мұғалімдер өзінің жалпылай тілде айтатын болсақ, жұмысын артын ойлап, өзінің құқығын әлі толыққанды қолдана алмайды. Қолдана алмайды, қорқыныш бар, мойындау керек.
Мен бұл ауылдан шығып ертең екінші мектепке орналасқанда мына мектептің оқу ісіндегі орынбасары мына мектептікі мен енді байланыста бар шығар, олар кейде жиналыстарда, ашығын айту керек енді, жиналыстарда бір-бірімен кездеседі. Мен мына мектептен осындай жаман репутациямен жұмыстан шығып кетсем, шағым келтіргенге болады. Ол туралы бұқаралық ақпарат құралдары жазады, телевидениеде айтады, ертең басшылықты оған жауапкершілікке тарту мүмкін. Ол туралы шум болады, халық естиді. Енді сол аймақта орналасқан екінші мектептің орынбасары, жаңағы оқу ісі бойынша орынбасары, директордың немесе басшылық естиді. Ертең ол мұғалімді ертең кім жұмысқа алады деп ойлану керек. Сондықтан осы жағынан мұғалімдер әлі дайын емес өз құқығын толық қорғауға, себебі 100% кепіл жоқ. Мына жерде құқығын қорғалды, мына жерде ол кісі жұмыстан шығартылды, бірақ ертең алдағы өміріңе, алдағы сенің карьераңа осы жағдай кері әсер етпейді деген кепіл жоқ, өкінішке орай. Сондықтан дайын емес кішкене. Енді келесі мониторинг қашан болады? Осы заңның, жалпы мұғалімдердің құқығының қорғау бойынша арнайы мекеме құрмақ. Енді бұл туралы білім министрі хабарлады. Бізде тамыз айында ұсыныс болды, әрі пилоттық режимде, яғни бұл байқап көрейік деген режим ғой, пилоттық. Осы пилоттық режимде Нұр-Сұлтан қаласында тамыз айынан бастап жұмыс істей бастады. Осындай мұғалімдердің құқығын қорғау бойынша орталық мекеме. Бұл тек қана бастамасы. Қазір енді Нұр-Сұлтанда жақсы нәтиже көрсетіп жатса, басқа жерлерде де құрылуы мүмкін. Менің ойымша бұл құрылуы мүмкін, бұл жақсы, әрине, бірақ бұл міндетті. Заңнама қалай қабылданды, артынша менің ойымша сол мұғалімдердің құқығын қорғау орталығы әрбір қалада ашылу тиіс менің ойымша. Өйткені қазір жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, мұғалімдерге жаңағы ауыртпалық көп. Жан-жақты өздері жаңағы міндетті болмаса да бір шеттегі жұмыстарға араласады. Ол мысалға жаңағы жөндеу жұмыстары бар, өзіңіз айтпақшы сенбілік бар, съемка, түсірілімдеріміз бар. Сол жерде жаңа массовка дейміз. Соның барлығына енді мұғалімдер кім? Мұғалімдер. Кім керек? Мұғалімдер керек болып жатады. Бұл жұмыстарды мұғалімдер атқаруы тиіс па, жалпы міндетті ма? Тиіс емес. Мұғалім, егер ол өзінің 130-шы бұйрық негізі жақсы қабылданды, шыны керек. Бұл енді мына заңнан кейін қабылданды. Себебі заңның орындалмай жатқандығын түсінгендіктен жоғарыдағыларда осындай бір сұраныс болды. Мұғалім қандай жұмысты атқару керек? Егер ол сынып жетекшісі болса, қандай отчеттар тапсыру керек? Немесе пән мұғалімі болса, қандай сынып журналдарын, қандай отчеттармен толтыру керек? Оның қандай жоспары болу керек? Сабаққа қатысты жоспары болу керек қой. Ал кейде өкінішке орай мына оқу ісі бойынша орынбасарлар немесе басшылық осы жұмысына кірмейтін қосымша отчеттарды сұрай бастайды. Кейде бір жеке текетірес болып жатады ғой, кәдімгідей қысым көрсетіп. Осылай болмау үшін 130-шы бұйрықта тайға таңба басқанда бөліп қойды. Мынадай бірінші бастауыш сыныбының мұғалімінде мынадай отчет болады. Мысалға аптасына мынадай, айына мынадай, оның мынадай жоспар болу керек. Одан артығын сұрауға болмайды. Сынып жетекшісінде былай болады деп. Енді қосымша жұмыстардың барлығын мұғалімнің басты жұмысына келетін болсақ, оқыту, соған өзінің жаңағы бұйрыққа қатысты қай пәннің мұғалімі көрсетілген, сол қай пәннің мұғалімі болып жұмыс істейді, соған қатысты өзінің есебін береді, және соған қатысты өзінің жоспары. Сонымен қатар сынып журналын толтырады, сол бұйрыққа сай. Одан артық жұмыс мүлдем жоқ. Бірақ біздің мұғалімдер, мен ойлаймын, ол бұйрықты оқып танысу керек біріншіден. Ол бәріне қол жетімді 130-шы бұйрық деп шығарса. Ал бірақ өздері көріп кішкене шокта болып жатқан шығар деймін, себебі ол жерде қосымша ешқандай жұмыс қарастырылмаған. Қазір ойламаймын енді бетіне кәдімгідей маған мынадай ақша әкел деп айта қоймайды деп. Смартфонды қосамыз, диктофонды қосамыз, ол әңгімені кәдімгідей жаздыра беруге болады. Сіз осыны ешкімге айтпаңызшы, өзіңізге сториске шығармаңыз, телеграмға салмаңыз, бірақ осылай болып жатыр деген маған сұрақтар келеді. ЕГОВ арқылы білім министрлігіне шағым жіберуге болады. Сабақ барысында ұстаз балаға қатысты, мысалға қандай да бір балағат сөздер қолданса, бұл енді құқық бұзушылық. Осы сақтандырудың аясында оларының еміне кететін ақшаны арнайы фонд төлейді. Заманның сұранысына сай дер едім. Енді осы орайда осы мұғалімдерге жалпы жалақысын көтеру, я болмаса үстемақы төлеу қарастырылған ба? Мұғалімнің айлығы неге байланысты? Оның апталық оқу жүктемесіне байланысты, нормативке. Санына, сағат саны. Мысалға аптасына 16 сағат, 18 сағат деп арнайы бөлінген осы заңның 8-ші бабында. Сонымен қатар қосымша төлем бұл, мысалға магистр дәрежесіне 10 айлық есептік көрсеткіште қосымша төлем төленеді ай сайын. Ол 27 мың, биыл 2778, соны 10-ға көбейтеміз, 27 мың теңге көлемінде төленеді.
Сонымен қатар бізде PhD дәрежесіне 17 айлық есептік көрсеткіште төленеді, шамамен 47 мың ол биылғы айлық есептік көрсеткіш бойынша. Және ғылым кандидатына 10 айлық есептік көрсеткіште қосымша төлемі, және ғылым докторына 17 айлық есептік көрсеткіште қосымша төлемдер бар. Яғни бұл мұғалімнің біліктілігіне қарай қосымша төлем, бірақ әлгінде оның міндетіне кірмейтін жұмыстарды істеген үшін қосымша төлем емес. Кез келген мұғалім жұмысқа барып тұрар кезінде, орналасатын кезінде пара беруге тап болады, ондай да жағдайлар бар. Енді ашығынан айтайық, бұл енді ашық бағдарлама, жаңағы жемқорлық. Иә. Сыйлық беру керек, пара болмаса да, ақшалай болмаса да таныс керек. Ол сыйлық деп енді бетіп жамылып айтылады оны. Бірақ негізінде пара ғой. Енді жас мамандар жаңа ғана оқу орнын бітіріп, енді жұмысқа барып орналасқан кезде, осындай жағдайға тап болған кезде, олар өзінің құқығын қалай қорғау керек? Жас мамандар. Ең алдымен жас мамандардың алдында жұмысты қайдан табамын? Қай мектепте қандай маманның орны бос, қай пән бойынша мұғалім керек екенін қайдан білемін дейді. Мына халықты жұмыспен қамту туралы заң бар, сол заңға сәйкес бізде мемлекеттік мекемелер, әсіресе бізде еңбек биржасы деген бар. Осы заңға сәйкес белгілі бір мемлекеттік мекемеде жұмыс босады ма, жұмыс орны босады, вакансия бар, я. Осы жөнінде 5 жұмыс күннің ішінде еңбек кезет деген сайтқа міндетті түрде мәлімет шығу керек. Жас мамандарға беретін кеңесім, еңбек кезет деп терсеңіздер, кез келген мектеп, осындай әлеуметтік мекемелер әсіресе жұмыс орны бар екендігі туралы вакансияны 5 жұмыс күні ішінде олар еңбек кезетке беріп отырады. Мынадай пәннің мұғалімі керек, физкультура, дене шынықтыру, немесе өзге пән мұғалімдерін осылай керек деп. Енді сол жерден көресіздер. Екіншіден, сол жерде барма, сол мекемеге бару қажет, және сіз жұмыс туралы сұрайсыз. Мен сіздің біліктілігіңізді тексереді, дипломыңызды тексереді, бәрі сай келсе қабылдайды. Егер қабылдамай әлгінде қосымша сізге қазір ойламаймын, енді бетіне кәдімгідей маған мынадай ақша әкел деп айта қоймайды деп. Дегенмен кішкене соған бір осыған сәйкес амалын жасап, иә, бұндай бір анық жауап бермеу мүмкін. Иә, орын бар, бірақ істей аласыз ба? Енді істей алатыны немесе алмайтын былай бірден тексеру керек. Тексермей оны созып, ертең кел, бүрсігін кел болып жатыр ма? Демек, ол жерде бір әңгіме бар деген сөз. Мұндай жағдайда мұғалім өзінің құқығының бұзылғанын қалай дәлелдей алады? Барлығымызда смартфон бар. Заңгер ретінде мен кез келген адамға айтамын. Біреу сенен пара талап етті ма, немесе өзге өрескел бір әңгіме барысында заңға қайшы сөз айтты ма, смартфонды қосамыз, диктофонды қосамыз, ол әңгімені кәдімгідей жаздыра беруге болады. Және бұл дәлел болып табылады. Сонымен қатар мен бұл жерде ойламаймын, директорлар кәдімгідей ақша алып кел деген әңгіме болмайды деп. Бірақ шыны керек, жоққа да шығара алмаймын. Себебі әлеуметтік желіде сіз осыны ешкімге айтпаңызшы, өзіңізге сториске шығармаңыз, телеграмға салмаңыз, бірақ осылай болып жатыр деген маған сұрақтар келеді. Және бұл жөнінде бізде жемқорлықпен күресетін агенттік бар, мемлекеттік қызметкерлердің. Соған хабарласа, олардың тіпті колл-центрі де бар. Жемқорлықпен күресу агенттіктің колл-центріне қоңырау шалса, олар арнайы осыған қатысты жоспар құрады. Белгілі бір уақыт өткен соң вакансия бос тұрма, олар тексереді. Енді агенттіктің жұмысы керемет, шыны керек, жемқорлықпен күресу. Еңбек кезетте вакансия тұрма, сол вакансияға сай күшті білімді, опыты бар адамды жіберіп, әлгіні тексеруіне болады. Жемқорлыққа, енді мемлекеттік қызметкердің өзінің міндеті бар, жемқорлыққа төтеп берерліктей. Мемлекеттік қызметке мұғалімді қабылдағанда олар тексереді ғой. Жемқорлыққа қаншалықты төтеп бересің, берген кезде алмаймын деп айта аласың ба деп. Сол сияқты оларды керемет бір осындай жоспармен тексереді. Егер сол жерде ол кісі емтиханнан өтпесе, демек сүрінікті деген сөз. Бәрекелді. Енді педагог мәртебесі туралы заңның 6 бабында жалпы осы педагогтың кәсіби қызметін қамтамасыз ету шарттары жазылған. Бірінші, педагогтен Қазақстан Республикасының заңнамасына көзделмеген есептілікті жаңағы сіз айтқан, не болмаса ақпаратты ұсынуды талап етуге болмайды деп жазылған. Бұл есептілік, ақпарат дегеніміз сол жаңағы қағаз жұмыстар ма, жаңағы отчет деп жатамыз ғой. Бұл сонда қалай? Соны толығырақ ашып түсіндіріп айтып кетсеңіз. Педагог осы жұмысқа орналасқанда, енді педагогтың қаншалықты жақсы жұмыс істеп жатқанын қайдан білуге болады? Ол сабақ өтіп жатыр ма? Сабақ өтіп жатса, қандай пәндер бойынша сабақ өтіп жатыр? Оның өзінің жоспары болу керек. Алдын ала жоспарды құру керек өзінің сабағына қатысты. Ол бүгін келіп, мен мынаны үйретемін, ертең келіп кітапты ашып, келесі тақырып мынадай екен деп оны өте салуға болмайды. Арнайы оның жоспары бар. Жоспар бойынша жұмыс істеу керек. Демек, ол алдын ала жоспары болу керек. Екінші, кәдімгі балалардың үлгерімін қалай анықтайды? Үлгерімі туралы
мәлімет болу керек, кәдімгі бұрын сынып журналы деп аталатын. Сонымен қатар жұмысты істеген соң осы атқарған жұмысына қатысты ол нені үйретті, қандай мәліметтер берді, осы туралы есеп болу керек. Қорытынды есеп болу керек. Осы есеп қай уақытта, айына қандай есеп, қандай жоспар жасау керек, жоспар қашан дайын болу керек, оның барлығы 130-ші бұйрықта жазылған. Және бұл жерде бөлек жазылған. Сынып жетекшісінде мынадай міндеттер, осындай отчеттар болу керек. Ал пән мұғалімінде осылай деп. Осыны ғана жасау керек. Егер мектеп директоры немесе өзге де жаңағыдай мектеп директорының орынбасары оқу жөніндегі басқа есепті талап ететін болса, ол жөнінде енді дәл қазір енді мұғалімдердің құқығын қорғайтын мекеме барлық қалада құрылып кетпеді, тек қана Нұр-Сұлтанда дедік қой. Бұл жөнінде мониторинг тексеріп, көбінесе осындай қателіктер тапқан болатын. Жаңа сәуірдегі мониторинг осындай қателікті тапқан, оның қызметіне кірмейтін есепті талап етуге қатысты. Ал егер де бұдан ары қарай енді осындай құқық бұзушылық болса, бұл жөнінде білім басқармасына хабарлауға болады, немесе бізде тіпті ЕГОФ арқылы кәдімгі білім министрлігіне шағым жіберуге болады. Керемет, бұндай ақпараттар менің ойымша өте маңызды. Біз барлық портал болсын, жаңағы осындай мәліметтерді жеткізуіміз керек. Өйткені бұл адам естімесе, көрмесе, зерттемесе білмейді. Дәл осындай керемет ұстаз тілегі сайтымыз бар. Бұл білікті мамандардың тәжірибесінен құралған осындай керемет сайт. Сіз сабақ кестесінің электронды нұсқасын қолжетімді бағамен ала аласыз. Одан бөлек басқа да керемет біздің педагогтерге өзінің саласына байланысты керемет біздің ақпараттар бар. Кіріңіздер, танысыңыздар. Бұл сайтқа мен де кіріп көрдім, айтпақшы. Қазақ тіліндегі мәліметтерді іздеп, әрі оқу барысында маған қызық болғаны қаншалықты түсінікті, қаншалықты қарапайым тілмен деген. Себебі қазір мысалға заңның тілімен, қарапайым тілмен түсіндірмесем, егер осында келіп баптарды жаттап алып айтып отырсам, түсініксіз болушы еді, тіпті сізге де. Енді осы сайтқа кіріп көргенім, ішіндегі мәліметтер қаншалықты мұғалімдерге түсінікті және мұғалім еместерге қарапайым тілмен жазылған ба деп. Шынымен де қазақ тілінде қарапайым тілмен жазылған екен. Планшетіңді заманның сұранысына сай сайт дер едім. Бұрынғы тек қана кітаптың тілімен емес, өте ыңғайлы, әсіресе жас мұғалімдерге өте ыңғайлы болатын мәліметтер. Бұл сабақ жоспарлары несімен тиімді? Жаңа мектеп бағдарламасына 100% сай. Барлық құжаттар 200-ден аса мұғалімнің тексеруінен өткен 14 облыста да қолдануға жарамды. Өз пәніңізді және сыныбыңызды таңдап, өзіңізге керекті құжатты тек қана ұстаз тілегі сайтынан таба аласыз. Мемлекеттік қызметкерлерге, соның ішінде ұстаздарға үй жетпей жатады. Педагогтердің жалақысы енді 25%-ға әлі көтеріле қойған жоқ, өкінішке орай. Ремонт жұмысы педагогтардың басын мүлдем ауыртпау керек. Осы педагогикалық қызметті атқаруға 2 немесе одан ұзақ уақытқа шектеу қою мүмкін. Ұсақ түйекке араласа беретін болсаңыздар, мәртебелеріңіз түсіп кетеді. Шетелге қарасақ, ең көп жалақы алатын мұғалімдер. Енді біздің елде мұғалімдердің әлеуметтік жағдайы сәл төмендірек. Өте төмендейікші, мойындайықшы. Енді ашығынан айтақ төмен. Енді осы мұғалімдер тұрғын үй және жер учаскесіне тұру бойынша айта кетсеңіз, бұлар осы қолжетімді баспанаға қол жеткізу үшін не істеу керек, қандай жолдары бар? Арнайы мұғалімдерге арналған баспана деген бағдарлама жоқ, мемлекеттік. Енді олар мемлекет қызметкер ретінде де кезекке тұруы мүмкін, бірақ осы тұрғын үй басқармасында мемлекеттік қызметкер ретінде кезек бар, сонымен қатар оларға дейінгі кезек бар. Ол әлеуметтік жағдайы осал топ. Оған толық емес отбасылар, көп балалы аналар, мүгедек балаларды бағып отырған отбасылар кіреді, яғни мұнда 5 категория бар. Осы 5 категорияға үй беремін дегенше, мына мемлекеттік қызметкерлерге, соның ішінде ұстаздарға үй жетпей жатады. Мойындау керек. Яғни бұл мемлекеттік бағдарлама арнайы ұстаздарға деген бағдарлама керек болар. Себебі қалалық жердегі ұстаздар, олар кезекке тұрғанымен мемлекеттік бағдарламамен, жеңілдетілген бағдарламамен үй алуға. Бірақ әлгі осал топтардың кезегі бірінші орында тұр. Олардан үй қалса ғана олар алады дегенде ғой, бұлар қарапайым тілмен түсіндіргенде. Сондықтан арнайы бұларға өздеріне бағдарлама керек. Егер дипломы бар жас маман ауылдық жерге жұмысқа баратын болса, әрине оған тұрғылықты жеріне осы үймен қамтамасыз ету, ауылда оқытатын ғана педагогтарға қатысты осындай бағдарлама бар. А жалпы бүкіл Қазақстан бойынша бағдарлама жоқ, өкінішке. Арнайы педагогтарға арналған бағдарлама жоқ. Тек қана ауылды жерлерге, мысалы, тұруға немесе жұмыс істеуге барған жас мамандар өкілді органдардан әлеуметтік көмек сұрауға тиесілі ма? Оларға арнайы бағдарлама бар, дипломмен ауылға деген мысалға. Осы оларға тұрғын үйін жақсартуға
арнайы ақша бөлінеді, немесе белгілі бір үймен оларды қамтамасыз етеді. Демек олар талап етуге құқығы бар. Ауылдық жерде ғана өкінішке орай. Сонымен қатар оларға мынадай қосымша 12-ші бап бойынша әлеуметтік жағдайын жақсартуға қосымша тағы мынадай амалдар бар. Коммуналдық қызметтерін төлеуге ақша бөлінеді. Немесе мына ауылдық жерлерде отын, көмір суына қажетті ақша бөлінеді. Және де олардың балаларына қатысты, мысалға, олардың балаларын ауылдық жерге барғанда балабақшаға кезекпен тұрып орналастырады ғой, бірақ олардың балаларын бірінші приоритетте болады, оларда жаңағыдай тезірек орналастырады, себебі ұстаз осында тыныш, ми тыныш болып жұмыс істеу үшін, осы аймақта орнығу үшін оған жағдай жасалады. Тек қана ауылда ғана. Ауылда үй беріледі жеңілдетілген бағдарламамен, немесе үй алуға ақша беріледі. Сонымен қатар, егер үй алуға ақша берілмесе, онда пәтер ақыға беріледі, аренданың ақшасы. Бірақ қалада мұндай бағдарлама жоқ. Республикалық деңгейде дәл осы педагогтардың үй алуына арналған деген бағдарлама жоқ. Педагогтердің жалақысы енді 25%-ға әлі көтеріле қойған жоқ, өкінішке орай. Бұйырса көтеріледі, жақын арада көтеріледі деген үмітім бар. Олардың жалақысы жоғарыда айтқанымдай апталық сабағына байланысты. Дегенмен мына ауылдық жерде істейтін педагогтардың жалақысы қалалық жерде істейтін педагогтардың жалақысына қарағанда 20% жоғары болу керек. Кемінде 20%. Ауылда істейтін болсаңыздар, мына қалалықпен салыстырғанда кемінде 20% беру керек, немесе одан көбірек беретін мекеменің мүмкіндігі бар болса, демек одан көбірек беру керек. Ол тек қана ауылдық жерге ғана қатысты. Байқасаңыз, мына әлеуметтік жағдайды жақсартуға қатысты барлық бізде амалдар ауылда жұмыс істейтін педагогтарға қатысты. Өкінішке орай қаладағы педагогтардың жалақысы әлі көтеріле қойған жоқ. Осы қазіргі таңда мұғалімдер мен ата-аналардың арасында көп түсініспеушілік болып жатады. Ата-аналар мұғалімдерді кінәлайды. Мысалы, баланың тәрбиелеуі болсын, баланың білімі болсын, кім кінәлі? Мұғалім кінәлі. Енді осындай жағдайда ата-аналар тарапынан мұғалімге деген қысым жүріп жатады. Осы кезде мұғалімдер өзінің құқығын қалай қорғау керек? Егер енді қысым қайдан туындады деген сұрақ. Мысалға, егер сабақ барысында ұстаз балаға қатысты, мысалға, қандай да бір балағат сөздер қолданса, бұл енді құқық бұзушылық. Көбінесе мен заңгер ретінде осындай жағдайлар маған естіп жатам, менің балама балағат сөз қолданды деп. Енді жаңағыдай жүйке жүйесі шаршаған ұстаз қолданса қолданған шығар, бірақ бұл болмайды, ол баланың құқығын бұзу. Баланың құқығын кім қорғайды? Оның өкілі ретінде ата-анасы қорғайды. Екіншіден, егер де әлгіндей балаға кәдімгідей бір мысалға тапсырма беріп, сен осыны орындауың керек, осыны отырып орында дегеннің өзінде балалар кейбір өзіне бір жақын қабылдап, ата-анасына жамандап баруы мүмкін. Егер бұл жерде ешқандай баланың құқығын бұзушылық болмаса, онда ата-ананың дөрекі сөйлегенін, мысалға телефон арқылы, немесе WhatsApp арқылы, немесе келіп дөрекі сөйлеуі мүмкін. Осы жөнінде куәгерлер көрді ме? Ол жөнінде акт жасап, педагог өзінің құқығын қорғау үшін құқық қорғау органдарына шағым келтіре алады. Бұл жерде бірінші кезекте менің ойымша педагог этикасы сақталу керек, содан соң барып тәртіп болу керек. Енді керісінше, егер де педагог мысалы құқық бұзушылығы табылса, онда оны қандай жаза қолданады? Педагогтар егер кәдімгідей өзінің педагог этикасын бұзса, немесе өзінің жұмысына қатысты, балаларға тәрбие беру жөнінде осыған қатысты дөрекі істер істесе, өзінің қызметіне сай келмейтін істі атқарса. Мысалға, тіпті қарапайым мысал айтайыншы, мысалы, жас педагог жұмысқа келген кезде, оның мына юбкасының ұзындығы тізесінен төмен болу керек, одан ұзын болу мүмкін емес. Немесе ол тырысқан шалбар киіп келсе, ол мектептегі үлкен сыныптың балалары қалай қарайды? Яғни оның киімі бүкіл мына тіпті боянуына дейін қып-қызыл ерінге помада жағудың өзі бұл мектепке сай келмейді. Осының барлығын педагог этикасын сақтау керек. Егер сақтамаған жағдайда бұл жөнінде кез келген ата-ана мектептің директорына, басшылығына, немесе білім басқармасына, сол ауданның білім басқармасына шағым келтіруге құқылы. Осы педагогқа қатысты тәртіптік жаза қолдануға, дисциплинарное взыскание деген бар, тәртіптік жаза. Оған алғашында ескерту беру мүмкін, немесе сөгіс жариялау мүмкін. Дәлелденген жағдайда қатаң сөгіс, немесе тіпті оны кейде арнайы бап бойынша жұмыстан босатуы мүмкін. Енді Гүлмира ханым, бізге жалпы осы Инстаграм әлеуметтік желімізде осы педагогтарды, мұғалімдерді мазалайтын сұрақтар легі бар. Мен соған кезек берсем, хаттардың бірі мынандай. Мектеп кабинетінде жөндеу жұмыстарын кім жүргізу керек? Кіші қызметкерлер ме, әлде педагог па дейді. Осыған жауап берсеңіз. Кез келген мемлекеттік мекемеге ремонтты сол мемлекеттің мекеменің
мамандары жұмыс істемейді. Яғни бұл жерде кіші қызметкер дедіңіз ғой сіз, педагогтар немесе кіші қызметкерлер, олар ешқайсысы істемейді. Мемлекеттік мекемедегі ремонт қалай жүреді? Бізде мемлекеттік сатып алу туралы заң бар. Закон о государственных закупках деп аталады. Осы заң бойынша мемлекеттік мекемеге қандай да бір арнайы, мысалға тақта керек па? Тақтаны базарға барып әрбір оқытушы өзі сатып алмайды. Осы заң бойынша бізде закуп жүргізіледі, сатып алу. Яғни арнайы поставщиктер бар. Олар, мысалға, арнайы портал бар бізде, сатып алуды жүргізетін. Бізге осындай тақта керек, размері бұлай 2 метрге 1 метр деп жазады. Электронды түрде осы товарды сататын компаниялар, олар заявка береді. Мен қатысам, мен алып кеп бере аламын, менің товарым Қытайдан шыққан, менде Ресейден шығарылған тақталар бар деп. Осылай олар сатып алады, тақталарды орналастырады. Парталарды да солай сатып алады. Тендер. Иә, тендер. Қарапайым тілмен айтқанда тендер десек түсінікті болады. Негізінде бұл сатып алу заңымен дейді. Сонымен қатар ремонтты да осылай жүргізеді. Алдын ала, мысалға, қаңтар айында немесе жалпы қаңтар айында көбінесе жүргізіледі ғой. Қаңтар айында осындай сатып алумен договор жасайды. 25 мамырдан кейін ремонтты бастау керек деп көрсетті ме, демек оны белгілі бір ремонт жасайтын компания жасайды. Жалпы қалайша мен таңғаламын, педагог немесе кіші қызметкер ремонт жасауы мүмкін, қалай сылау керек, оның барлығын білмейді ғой. Қарапайым кәдімгідей бір былайша айтқан кезде жаңағыдай бармақ басылықпен былай көз қыстылықпен жасауға болмайды. Оны арнайы келісімшарт бойынша белгілі бір компания жасайды. Ремонт жұмысы педагогтардың басын мүлдем ауыртпау керек. Келесі сұрағымыз, жекеменшік мектеп басшылары дейді, заңға, стандартқа бағына ма? Заңға бағынады, стандартқа да бағынады. Дегенмен, мына мысалға заңның бабы бар, әлгінде сағатына байланысты мынанша теңге төленеді, мынанша теңге деген. Яғни жалақы жағынан қанша теңге төлеу керек, жекеменшік мектептерде олар өздері шешеді. Өздері қояды бағасын. бағасын. Өздері қояды. Сонымен қатар қандай уақытта демалыс беру керек, немесе қандай үстеме ақы төлейік, мысалға премия беру мүмкін олар, егер жақсы жұмыс істеп жатса, оның барлығын олар өздері жеке шешеді. А жалпы мына барлығына біркелкі стандартқа, білім стандартына олар міндетті түрде сай келу керек әрине. Ары қарай кеттік, тағы да келген хатымыз. Педагогке Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімді медициналық тексерулер, емдеу, профилактикалық, санитариялық, гигиеналық, эпидемияға қарсы іс-шараларды өткізу арқылы іске асырылатын денсаулықты сақтауға әлеуметтік кепілдіктер беріледі дейді. Осы бапта жақсылап түсіндіре кетіңізші, мұғалімдер балтыр сызда басы ауыра қалған жағдайда медициналық көмекті қалай алады? Бізде осы жылдан бастап мемлекеттік сақтандыру жұмыс істеп жатыр. Міндетті сақтандыру осы денсаулыққа қатысты. Осы мұғалімдер, бұлар мемлекеттік қызметкер болғандықтан, олардың сақтандыруы жүзеге асырылады. Яғни осы ОСМС дейді қысқаша түрде, мәмс, мемлекеттік әлеуметтік міндетті сақтандыру. Осы сақтандырудың аясында олардың еміне кететін ақшаны арнайы фонд төлейді. Фонд страхования, сақтандыру фонды бар. Кез келген мұғалім, егер ауырып қалса, жергілікті емханаға барып тіркеліп, сол жерден тегін қызметтерді ала алады. Себебі оның мемлекеттік қызметкер ретінде, оның сонымен қатар жалақысын, ол осы сақтандыруға байланысты, яғни денсаулығына байланысты ол сақтандырылған. Сіз жұмыс істеп жүрсіз, сіздің ауырып қалдыңыз, емделуге ақшаңыз жоқ. Емханаға барасыз, сіз алдын ала сақтандырылып тұрсыз. Сізде сақтандыруға ақша өтіп тұр. Мемлекеттік қызметкер ретінде сіз сақтандырылдыңыз, сіздің денсаулығыңыз сақтандырылды. Сіз емханаға барып, маған осы ОСМС-тің аясында, сақтандырудың аясында маған қызмет көрсетіңіз дейді. Соның аясында ол қызметтерді алады, тегін, бірақ тегін болғанда оның ақшасын сақтандыру фонды төлейді. Сол сияқты мұғалімдердің денсаулығына кепіл деген осыны білдіреді. Яғни олар мемлекеттік қызметкер ретінде сақтандырылған. Кез келген мұғалім барып ОСМС-тің аясында, сақтандырудың аясында тегін емделе алады. Егер емделмесе, онда сол жалпы осы сақтандыруға қатысты маған көптеген сұрақтар туындағанда көбісі айтады, қайдағы тегін жоқ деп айтты, маған платныйға жіберді. Кез келген осы емдік шараны көрсететін емхананың басшылығына кіріп, сақтандырумен жұмыс істейсіздер ме, маған неге тегін жолдама бермедіңіздер десе, сақтандырудың аясында беруі тиіс. Бермеді ме, ары қарай шағым келтіруіңізге болады сол денсаулық сақтау басқармасына. Мұғалімдер енді бұл мемлекеттік қызметкер ретінде 100% сақтандырылған. Енді Гүлмира ханым, енді жұмыскерлердің еңбек шартына келетін болса, мысалы педагогтың жұмыстан себепсіз босатылуына байланысты өзінің міндеті мен құқығын қалай қорғауы тиіс? Ең алдымен, егер де ол жұмыстан шынымен де себепсіз босатылды деп соған дәлелі бар болса, ол құжаттардың барлығын жинайды. Біріншіден осы жоғарыдан қарайтын білім басқармасына шағым келтіре алады, бір білім министрлігіне шағым келтіре алады, егов арқылы 5-ақ минут кетеді, оған шыны керек. Үшінші, бізде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау туралы
басқарма бар, осы басқармаға шағым келтіре алады. Яғни бұл басқармада мемлекеттік инспекторлар бар. Мемлекеттік инспектор кез келген компанияда осындай жұмысшыны себепсіз жұмыстан шығарма, оны бастан аяқ тексереді. Заңсыз жұмыстан босатылған болса, оны жұмысқа қайта орналастырады. Үшінші, бұл сот. Кез келген жұмысшы, соның ішінде педагогтарды, олар сотқа беру арқылы өзінің бұрынғы жұмысына қайта орналаса алады, егер оны заңсыз жұмыстан шығарса. Бірақ бұл жерде мерзім бар. Жұмыстан заңсыз шығарған жағдайда 1 айдың ішінде шағымданып үлгеру керек. 1 айдың ішінде? Иә, білім басқармасы, білім министрлігі бар, жаңағыдай еңбек және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы бар, прокуратура бар, барлығының үстінен қарайтын, заң бұзушылықты тексеретін, және соңында өздігінен сотқа да жүгіне алады. Сонымен қатар, егер мысалға 1 ай бұрын жеке тұлға ретінде, жеке тұлға ретінде, егер 1 ай бұрын, ең алдымен жаңа білім басқармасынан да шешілуі мүмкін бұл жағдай. Шешілмей жатса, ары қарай мына дәреже бойынша шағымданады. Яғни бұл жерде 5 вариант бар ол кісіде. Егер 1 ай бұрын заңсыз жұмыстан шығарылса, оны кейін жұмысқа қайта орналастырған жағдайда, ол 1 ай бойы жұмыссыз жүрді, жалақысыз жүрді. Осы уақыттың жалақысын төлеуге міндетті, егер заңсыз жұмыстан шығарған болса. Ал егерде мұғалім өз тарапынан осындай жаңағы еңбек шартын бұзып, мысалы кінәлі болса, мұғалімге байланысты қандай жаза қолданылады? Қандай жауапкершілікке тартылады? Жоғарыда айтқанда тәртіптік жазаларды қолданылады. Енді бұл жерде оның істеген ісінің ауырлығына байланысты. Тәртіп бұзушылықтың ауырлығына байланысты оған ескерту жасалуы мүмкін, сөгіс, немесе қатаң сөгіс жариялануы мүмкін. Ары қарай егер де жұмысқа өте өрескел құқық бұзушылық жасаса, мысалға жұмысқа, мысал ретінде айтайық, педагог алкогольдік ішімдік ішіп, одан кейін жұмысқа келді. Мұндай жағдайда оны заң бойынша кәдімгі баппен жұмыстан шығарып жіберуге болады. Бұл жерде дәлел болу керек бастысы. Шынымен де осы тәртіп бұзушылықты жасады деген дәлел болса ғана, бұл тек қана акт қана емес, мысалға 2-3 адам, 2-3 мұғалім біз оны мас күйінде көрдік деген акт жеткіліксіз. Бұл жерде арнайы оны тексеруге жіберіледі, медициналық тексеріс жағдайында ол шынымен де мас күйінде келді деп расталып шықса, осы сараптаманың қорытындысы, онда оны баппен жұмыстан шығаруға болады. Сол сияқты өзге де осындай өрескел тәртіп бұзушылық жасаса, баппен шығаруға құқығы бар. Тіпті кейбір жағдайда осы педагогикалық қызметті атқаруға 2 немесе одан ұзақ уақытқа шектеу қою мүмкін. Белгілі бір мерзімге осы қызметті атқаруға құқығы жоқ деп. Мүмкін өмір бойы да алып тастау мүмкін, да? Ондай жағдай. Ал енді мұғалімдер жалпы өзінің демалыс күндерін заңды түрде қалай алу керек? Демалыс күндері, егер ол сабағына байланысты, егер мысалы сенбі күн сабақ бермейтін болса, демек ол кісіде демалыс. Жексенбі күні енді барлық мұғалімдерде демалыс. Өкінішке орай енді мұғалімдердің бір жағынан былай ғой, сұрамаған балаға жаңағыдай тамақ қайда дейді ғой, сол сияқты мұғалімдер үндемей жүре берсе, біздің мына заңның қабылданғанымен оның жұмыс істей қоюы екіталай. Пайдасы жоқ. Сені жексенбі күні жұмысқа шақырды. Міндетті түрде мына кабинетке уборка жасап, кабинеттеріңді дайындаңдар, ертең 2 сентябрь сабақ басталады деді. Сен егер жүгіріп келсең жексенбі күні, демек өзің кінәлісің. Себебі ол жерге уборка жасау, тазалау, ремонт жасау, тақтан сүрту, оның барлығы мұғалімнің жұмысы емес қой, дайындау. Оның барлығымен арнайы жоғарыда айтқанды мемлекеттік сатып алу заңы бойынша арнайы компания ремонт жасайды. Тазалаумен айналысатын арнайы кәдімгі персонал бар, жұмысшылар кәдімгі. Сол сияқты егер өзінің құқығын қорғай алмаса, онда мұғалім үндемей келе берсе демалмайды. А жалпы бізде еңбек кодексінде көрсетілгендей, кейбір жағдайда экстренный ситуацияда жұмысшыны жұмысқа тартуға құқығы бар. Бірақ бұл төтенше жағдайда ма? Иә, төтенше жағдайда. Енді мұғалімдерде бұл екіталай. Егер мысалға Құдай сақтасын қандай да бір құбыр істен шығып, кабинетке су ағып жатса, ол кезде жұмысқа шақыруға болады. Себебі ол кабинеттің есігі сол мұғалімде болуы мүмкін. Педагог келді, есікті ашты, әлгі төтенше жағдайдың салдарынан сақтанды деген сөз. Енді менің ойымша бүгінгі бағдарламамыз өте қызықты ақпаратқа, пайдалы кеңестерге толы болды. Енді барша бізді тамашалап отқан, көріп жатқан көрермендерге айтатынымыз, өздеріңіздің құқықтарыңызды біліңіздер, міндеттеріңізді қорғаңыздар. Бүгін бізде қонақта болған керемет заңгер Гүлмира Қарасай, сізге көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөлдіңіз, келдіңіз, тәжірибеңізбен бөлістіңіз. Енді біздің көрермендерге деген қысқа да нұсқа тілегіңіз болса. Мұғалімдер, шыны керек, сіздердің дәрежеңіз бізбен қарағанда, тіпті заңгер, басқа қызметкерлермен қарағанда әлдеқайда үстем. Себебі біздің балаларымызға білім беріп отырған сіздер. Енді сіздер осындай ауыр психологиялық жүкті көтеріп жүрсіздер,
демек сіздер әлгі ремонт жұмыстарына ақша жинау немесе тағы да басқа ұсақ түйекке өздеріңізді қимасаңыздар, өз дәрежелеріңізді сақтаңыздар дегім келеді. Ұсақ түйекке араласа беретін болсаңыздар, мәртебелеріңіз түсіп кетеді. Мәртебелеріңіз жоғары болсын деп тілеймін. Аумин, айтқаныңыз келсін. Гүлмира ханым, сізге көп рахмет. Осымен біздің мұғалімдер бөлмесі саны өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі көріскенше дейміз. Қандай тақырыпта әңгіме өрбіткенімізді қалайсыз? Оны комментарий бөлімінде жазсаңыздар болады. Біз міндетті түрде оны ескере отырып, бағдарламаны соған дайындаймыз. Сау болыңыздар.